Ассалаумағалейкум достар. Бүгін тауық қорамызға келіп құстарымызды қарап жатырмыз. Енді манағы екі агаділ ағүйректерімізді салып жібердік. Екеуі таксиден Шымпиты қаласына кетті. Қазір ауа райы керемет болып тұр. Енді қалған құстарымызды келіп қарап жатырмыз қазір. Енді құстың азайғаны сразу көрініп тұр. Енді арнаға жазылып лайк басып қойыңыздар. Үйректі сату керек болды, сол үшін саттық. Тағы бір нәрсе алуға ақша жеткізе алмадық, сол мақсатта сатып жібердік екі үйректі. Енді мына индауыткілерді де сату керек болып тұр. Алла қосса. Бір өзіме бір аталық, екі аналық алып қалам ба, или түгел сатам ба, соныкі ойлап отырмын. Қораға келіп қарап жатырмын қазір. Сіздер арнаға тіркеп, лайк басып, қандай видео түсірейік, сол туралы жазыңыздар. Енді қойда да келетін уақыт болып қалды, соған енді орын жасау керек болып тұр. Мына жағын бөлтсейін ба қойға, мынаның іштерін барлығын тазалап, ананың ішіндегілер шығаратындарын барлығын шығарып, мына жерге осының үшін былай қойға бөліп қойсам ба деп тұрмын. Енді келетін 5 қой ғой, 5 қой осы жағында тұратын қылып, ар жақ шарбағында сеткі ғой, соныкін ашып. Біздікі ауырай осылай болып тұр. Күн шығып керемет болып. Мына жердің қарын ашып, астын бәрін тазалап, осы кіріп шығып, қойлар өздері жүретіндей қылып жасап қойсам ба деп ойлап отырмын. Қалғандары енді осы жерде жүре береді ғой, тауықтарымыз. Сол өз ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға қалдырып кетіңіздер. Сосын айтпаш қораны ракушняктың салатын болдық, айтқан болатын, бірақ енді ракушняк кішкене не дейді, қырау тартады дейді, мана білетін адамдар жазып жатыр, үлкен ағаларымыз. Інім ракушняктан салсаң ертең қырау тартады, қоран қырауланып тұрады, оған көп мөлшерде бас қой керек болады. Енді қой баққаннан кейін оған пеш қосудың қажеті жоқ дейді қойларға. Қойлардың өзінің ыстылығы мощный болады дейді. Сол жағынан енді комментарияға өздеріңіздің ақыл кеңестеріңізді жазып жіберсеңіздер, қалай болады, чопа-чом деген сияқты. Бізде опыт жоқ, енді айттық қой, бізде нөлден бастап жайлап көтеріліп жатыр, бір қалыпта жайлап өсіп жатыр. Сол үшін сондай ақыл кеңестеріңіз болса айтып жіберіңіздер. Жақсы достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.